Ассалаумағалейкум, құрметті серіктестер және достар. Аллахтың қалауымен мен өзімнің жеке YouTube каналымды ашып жатырмын. Бұл YouTube каналымның ашуының бір себебі өзім серіктестерім себепші болған және қарапайым тұтынушылар. Бұл каналда мен қазіргі хит болып трендте жүрген хит болып жатқан товар бар ғой. Товар Китайдан келетін, бірнеше шетелден келетін товарды қалай қолданамыз, және қалай жабыстырамыз деген нәрселерді қалай таңдау жасау керек. Сол жөнінде сіздерге толыққанды қазақи жалпақ тілде сіздерге жеткізуге тырысамын. Мен тек сіздерден мана подписать етіп, лайк басып, коммент жазсаңыздар, маған өте үлкен үлес қосар едіңіздер осы каналымды алға қарай дамуыма. Және де мен немен айналысам? Мен ұшполмен айналысам, және гибке мрамормен, латунмен, молдингпен, панель және плинтуспен айналысам. Және де қосымша водный глад бар, перегородка бар, багет бар, галтель бар. Олардың бәрін алдағы уақытта осы каналыма бәрін жеке-жеке жазатын боламын. Жеке-жеке әдемі видео түсіріп, оны қалай қолдану керек, қандай клей жабыстыру керек, клейді дұрыс қолданамыз ба, дұрыс таңдаймыз ба, бірнеше нәрселермен сіздерге толыққанды түсіндіріп бәрін барымды салатын боламын бұл каналда. Және де бұл жерде сіздер өздеріңіз көріп тұрғандай латун. Бізде мысалы латун ол тікелей Китайдан келеді. Ол Қазақстаннан немесе СНГ-ден шықпайды. Ол тікелей Китайдан келеді. Фурамен тікелей Китайдан алдыртамыз. Ұзындығы 3 метр болады. Өзімізде арнайы жәшікпен келетін болады. Және плинтусымыз бұл плинтус қазақстандық. Бізге қазіргі уақытта Китайдан және Ресейден плинтустар келеді. Солармен үшеуін қойып, алдағы уақытта үшеуін қойып сіздерге салыстыратын боламын. Қайсысы жақсы, қайсысы төзімді, қайсысы бояуды жақсы сіңіреді, жақсы жұғады. Сол жөнінде сіздерге толыққанды түсіндіретін боламын. Плинтус және молдинг. Молдингтер ұзындығы 2 метр болады. Ол да Қазақстанда өнім. Ол да сол сияқты Ресейден және Китайдан келеді. Ал мынау лувер. Лувер деген ол таза Китай. Ол мұны қазақстандықтар шығара алмайды. Алдағы уақытта. Енді алдағы уақытта шығарып қалмаса, қазіргі таңда ешқандай Қазақстанда завод жоқ. Мына луверді шығаруға. Мына лувер биіктігі 2,90-нан болады. Бұл лувермен ТВ-зона жасауға, үйдің ішкі жағын қаптау болады. Бұл нәрсемен сыртқа күн қатты түсетін жерге қолдануға болмайды. Соны ескереміз. Және де сіздерге тағы бір айта кететін, осындай оптовый, біз оптовый тек қана Қазақстан емес, СНГ бойынша Тәжікстанға да, Өзбекстанға да, Ресейге де шығара береміз товарымызды. Тек қана Қазақстанға сатпаймыз. Сондықтан сіздер кәсіп ашамын, осымен айналысамын, маған қандай көмек бере аласыз, қайсысын бастап сатқан дұрыс, қайсынан ақша салғаннан кейін күйіп кетпейін ба? Өйткені қазір кәсіптің көбі Китайдан товар алдыртып алады да, сосын товар өтпейді, аренда төлейді, жұмысшының ақшасын төлейді, сөйтіп минусқа кетеді. Бізде бұл каналда мен сіздерге қалай кәсіпті қалай ашамыз, қалай вложение салмауға болады, ақша салмауға болады, сол жөнінде сіздерге әдемі қылып жеткізетін боламын. Өйткені мен қазіргі уақытта өте көп автовектерім, серіктестерім өте көп. Солармен қалай жұмыс жасау керек, сол жөнінде сіздерге жеңіл жағын және қалай қолданатын сіздерге толық түсіндіретін боламын. Тек сіздерден подписать етіп, лайк басып, коммент жазсаңыздар, маған өте үлкен қолдау болатын еді. Сондықтан қазақтың контентін алға басуына үлес қосыңыздар, маған жазылыңыздар.